Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге қысқа арнап керемет осылай алмадан және слива, яғни қара өріктен мохито жасап үйрететін боламын. Дәмі өте керемет және қарапайым компоттарға қарағанда ерекше болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Ең алдымен қақпақтарды қайнаған суға салып 5-10 минутқа қоямыз және де банкаларымызда осылай буға парттап алатын боламыз. Жақсылап булап алуымыз керек. Кейіннен өзімізге қажетті жемістердің барлығын жақсылап жуып аламыз. Бізде слива, алма, негізі вишнядан, өріктен де жапсаңыз да болады. Апельсин, лимон және мятаны дайындап қоямыз. Буланған ыдысымызға 3 литрлік банкыға осы сливаны бөліп саламыз да, үстінен әр банкыға 2 бөлік апельсин және де 1 бөлік лимон салып шығатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай қайталасаңыздар керемет болып шығады, қыздар. Және де менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Әлі көптеген рецепттер салатын боламын. Именно осындай қысқа арналған банкалардың рецептін көбірек салуға тырысамын, қыздар. Және үстіне бір тал осындай мята салып шығамыз. Мятаны көп салудың қажет жоқ, осындай салсаңыздар болды. Және де әр банкаға 300 грамм қант салатын боламыз. 3 литр банкаға 300 грамм қант саламыз. Қайнап тұрған суды үстіне құямыз. Қайтарып төгіп, оны қайнатудың қажет жоқ. Осы бір құйғаннан жабатын боламыз, қыздар. Толтырып құйып аламыз да, бетін кәдімгі банкының крышкасымен жауып, закрывашкамен жауып, дәл осылай тексеріп алып, төңкеріп құя береміз, қыздар. Екіншісінде дәл осылай жасап болатын боламыз. Жақсылап жуылған алмаларды турап, 2 банкаға бөлек-бөлек салып алатын боламыз. Және де, қыздар, әртүрлі фруктыдан жасауға болады. Бұл жерде алманың орнына шиені немесе өрікті қолдансаңыздар да болады. Дәл жаңағыда 2 бөлік апельсин мен 1 бөлік лимон салып, үстіне мятасын салып, әр банкаға 300 граммнан шекерді салып, үстіне қайнаған су құйып, жауып аламыз, қыздар. Жаңағыда негізі шиеден жасасаңыздар да түсі әдемі болып шығатын болады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осылай жауып, төңкеріп қоясыздар да қыста рахаттанып іше бересіздер, қыздар. Міндетті түрде жасап алыңыздар және де менің YouTube арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар.